Алға Қазақстан партиясының мәлімдемесі. Депутат Ермұрат Бапидің түрмедегі Марат Шламбаевпен кездесуіне қатысты. Депутат Ермұрат Бапи: Марат Шламбаев жаман көрінбейді, әңгіме барысында ара-тұра күліп отырды деген сөзі негізсіз әрі дәлелсіз пікір деп санаймыз. Марат Шламбаев өз ұстанымнан ешқашан бас тартпаған қайсар күрескер. Оның рухының мықтылығына еш күмән жоқ. Сондықтан депутаттың әлсіз немесе қажыған тұтқынды көруі мүмкін емес еді. Марат түрмеде отырған бүкіл уақыт ішінде жалпы 200 күннен астам аштық акциясын өткізді. 25 жылдың 13 қазаннан бастап ол әділетсіз сот үкіміне қарсы тағы да мәжбүрлі түрде аштық жариялады. Осы уақыт аралығында Маратты босату жөнінде көптеген халықаралық ұйымдар мен құқық қорғаушылар үн қатты. Алайда Қазақстан билігі бұл талаптарды толығымен елемей отыр. Мараттың денсаулығының күрт нашарлағаны медициналық талдау мен дәрігер қорытындыларымен расталған. Оның ұйқы безі мен бүйрек қызметі бұзылып, салмағы айтарлықтай азайған, дене ауырсыны күшейген. Мұндай жағдайда жақсы көрінеді деген мәлімдеме шындыққа мүлде қайшы. Сондықтан біз депутат Ермұрат Бапидің Мараттың денсаулығы туралы жалған ақпарат таратқаны үшін оны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке жауапкершілікке тарту қажет деп есептейміз. Бұған дейін Ермұрат Бапи біздің партияны сот шешімінсіз және дәлелсіз түрде экстремизмге айыптаған. Оның бұл жолғы колонияға баруы да кездейсоқ емес. Бұл әрекет әлемдік қауымдастыққа Қазақстанда демократия мен адам құқықтары сақталып жатыр деген жалған әсер қалдыруға бағытталған саяси спектакль екені анық. Жоғарыда келтірілген барлық деректер мен тұжырымдар депутат Ермұрат Бапиға жолданған сотқа дейінгі ресми ескерту ретінде қарастырылсын. Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыру комитеті.